кеше әзер жеттік қой, шаршап. Астанадан мына Миланға келдік. Малпенс деген аэропортқа. Сонда күйеуімнің денсаулығы қиын болғасын, скорый помощь шақырдық. Скорый помощь оны больницке алып кетті. Больницте күтіп отырдық. Бүкіл анализдарын бәрін істеп, көп уақыт ұстады. Сағат 3-тен так. Біз бастап күттік біздер. Так, таңғы 4-ке дейін отырдық. Жұрт деген келіп жатыр, кетіп жатыр. Скорый помощьқа. Сөйтіп, сағат 4-те айтты, қалдыратын болдық. Денсаулығы нашар екен деп. Сосын іздедік, нормальный гостиницаға барсақ, алмайым дейді. Орын жоқ. Күндіз сағат 4-те бастаймыз дейді. Түнде қайда барам? Сосын давай, жолдағы любой мотель, әйтеуір ұйықтасам болды деп. Сөйтіп, мынаны таптық жолда. Әйтеуір бұл деген таңғы 5-те жіберді. Сөйтіп, кішкене ұйықтайым деп, пока жуынып анау-мынау қарасам, одеялысы деген тек покрывал екен. Таңертең шығып айттым, пожалуйста, маған. Біздер деген Қазақстанда үйлеріміз деген 25 градус үйренгенбіз. Маған бір жақсы одеял беріңізші деп. А то гостиница ауыстырам қазір деп. Сөйтіп олар деген астыма жылы шерстяное одеяло берді. Үстіме тағы бір одеяло. В общем, жылындым. Жақсы болды, қыздар. Осылай қыста бар ғой, Европаға келсеңдер, у них же сырость. Сосын сырость, поэтому термобелье алып келіңдер. Сол маған көмектесті. Сосын зимний етікпен келдім мен мұнда. Казахстанское производство. Цегейковый етікпен келдім, жақсы болды. Оларда неге комнаттары салқын? Потому что заң бойынша оларда 19 градус. А пәтерлерде 21 градусқа дейін тек қана жылытуға болады.